Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді және бәріне ұнайтын хит болып жатқан хрустящий баклажан салатын жасаймыз. Құрамына керек заттардың мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен жуып тазаланған баклажанды дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Туралған баклажандарымызды бос ыдысымызға салып, үстінен крахмал сеуіп, жақсылап араластырамыз және 5 минутқа қалдырамыз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, қызған соң крахмалға аунатылған баклажандарды қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған баклажанымыз дайын. Енді келесі кезек помидорға. Помидорды да турап аламыз, дәл видеодағыдай етіп. Салатқа черри помидорларын қолдансаңыз, өте әдемі болады. Чеснокты да майдалап турап аламыз. Туралған чесногымызды бос ыдысымызға саламыз. Енді соус дайындаймыз. Чесноктың үстіне қарабұрыш саламыз және укроп. Менде мұздатылған укроп. Үстінен соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Және де салатқа түрлі аскөктер пайдалануға болады. Кинза, петрушка. Біз салат жапырақтарын ұнатамыз. Сол үшін салат жапырақтары мен укропты қолдандым. Енді бос ыдысымызға баклажан мен помидорды салып, үстінен соусты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Üzerinden салат жапырақтары мен бринзаны да қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, өте дәмді және бәріне ұнайды. Қонақ келсе, дастарханыңызда өте әдемі болып тұрады. Рецепт ұнаса және сізге пайдасы тисе, міндетті түрде маған тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қазақша рецептер каналы.